Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз мына физиканы оқып үйренейік тест кітапшасының ішіндегі тербелістер мен толқындар тақырыбына арналған 12-ші есепті қарастырамыз. Есептің берілгені тербелмелі қозғалыстың теңдеуі x тең 0,4 синус 5 пи-т болса, тербеліс амплитудасы және 0,1 секундтан кейінгі ығысуы қандай деп сұрап жатыр. Ал берілген жазайық. X тең 0,4 синус 5 пи-т. Және бізге 0,1 секундтан кейінгі тербелістің амплитудасын сұрап жатыр, және 0,1 секундтан кейінгі ығысуын сұрап жатыр екен. X максимум белгісіз, және де X 0,1 секундтан кейінгі мәні табу керек. Енді қозғалысының теңдеуі X тең X максимум синус омега Т заңымен өрнектеледі. Сонда бұл жерде X максимум мынау бізде 0,4 болып тұр. Сонда бірден X максимум тең болады 0,4 метр деп жаза салсақ болады екен. Ал енді ары қарай 0,1 секундтан кейінгі ығысуын тап десе, мына уақыттың орнына өзінің мәнін қояды екенбіз. Сонда X тең 0,4 синус 5 пи көбейтілген Т 0,1 тең болады. Арға жалғастыра жіберейік. 0,4 синус 5 пиді 0,1-ге көбейтсек 0,15 пи. 0,15 пи деген ол былайша айтқанда пи бөлінген 2, синус пи бөлінген 2-дегі мәні ол бізде 1-ге тең. Сонда 0,4 көбейтілген 1, ол 0,4-тің өзі шығады екен. Сонда біздің жауабымыз 0,1 секундтан кейінгі ығысуы да 0,1 секундтан кейінгі ығысуы 0,4 метр, амплитудасы да 0,4 метрге тең екен.